Достар, бүгін сіздерге елімізде көпшіліктің назарын аударған Перизат Қайрат ісі туралы айтып беремін. Бір кездері қайырымдылық қорын басқарып, еріктілер қозғалысының көшбасшысы атанған Перизаттың аты бүгінде мүлде басқа қырынан белгілі болып отыр. 2024 жылдың қарашасында қаржы мониторингі агенттігі оны 1,5 миллиард теңгені жымқырды деген күдікпен қамауға алған еді. Ал биылғы 25 шілдеде сот үкімі шығып, Перизат 10 жылға бас бостандығынан айырылды. Оның анасында сот 7 жылға кесті. Бірақ жұртшылықты қызықтырғаны тек сот шешімі емес. Ең бастысы, Перизат Қайраттан тәркіленген мүлік тізімі. 97 миллион теңге және 22 мың ақш доллары. Қаржы мониторингі агенттігі хабарлағандай, бұл мүліктердің барлығы аукцион арқылы сатылатын болды. Яғни кез келген қазақстандық сатып ала алады. Бірақ бір сұрақ туындайды. Бұл үйлер мен көліктер шынымен халықтың қолына тие ме? Әлде тағы да байлардың еншісіне кете ме? Сатылымнан түскен қаражат жәбірленушілердің шығынын өтеуге жұмсалады деп сендірді агенттік өкілдері. Бірақ қоғамда пікір екіге бөлінді. Біреулер әділет орнады десе, енді біреулер бұл тек көзбояушылық дейді. Бір кездері халыққа көмек қолын созған, еріктілер қозғалысын басқарған адам енді өзі қылмыстық іспен есте қалды. Перизат Қайраттың сән-салтанатты өмірі артта қалды. Ал оның мүлкі енді қарапайым халыққа аукцион арқылы сатылмақ. Ал сіз қалай ойлайсыз? Бұл үйлер мен көліктер шынымен халықтың қолына тие ме? Әлде тағы да байлардың олжасына айнала ма? Өз ойыңызды пікірге жазыңыз.